Ассаламуалейкум достар, ғалымдар азулы жануарлардың тістеуін зерттей отырып, олардың арасында ең үздіктерін тапты. Жануарлардың азуын күшін есептеу өте қиын, тіпті мүмкін емес. Солай зоолог мамандар зерттеу барысында тек үй жануарларына ғана емес, басқадан қолтырауынға дейін барлық жабайы жануарлардың аузына арнайы сөзбек, яғни датчик орнатып, олардың тістеу күшін зерттеген. Бұл оңай істелгенмен тексеріс ұзаққа созылды, себебі жануарлар кейде жалқаулық танытып, жай істесе, кейде ашуланып азуын мүмкіндігін толықтай пайдаланатын. Сондықтан ғалымдар тістеу күшіне баға берудің өзіндік әдісін ойлап тапты. Ол үшін жануардың физикалық ерекшеліктері назарға алынды. Оған қоса жануарлардың компьютерлік моделі жасалды. Енді бүгін QLife арнасы осы тексерістердің нәтижесінде пайда болған әлемдегі ең мықты жақсүйектеріне ие жануарлардың тізімін көрсететін болады. Ал видеомыз басталмастан лайк басып, арнаға тіркелуге ұмытпаңыздар. Себебі біз әрдайым сіздерді жаңа видеолармен қуантып, қызықтыруға тырысамыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Видеоларымыз сізге ұнаса, QLife арнасы еш тоқтамай жұмыс істеуге дайын. Ал бүгінгі видеомызда өлшем бірлігі ретінде Ньютон, Паскаль мен пси қолданылады. 1 шаршы сантиметрдегі килограмм күші арқылы әлемдегі ең азулы жануарларды табуға болады. Арыстан бұл мысық тұқымдас аң патшасы болғанымен, оның тістеу күші ең мықты емес екен. Арыстанның тістеу күші 45,7 килограмм шаршы сантиметрге тең. Тіпті арыстанның тістеу күші ағылшын мастифі аталатын иттен сәл ғана жоғары. Зоологтар оны арыстандардың аңшылық табиғатымен түсіндіреді. Олар топ болып шабуыл жасайды. Қолға түскен жемтігін құлаған жерінде бөліп жейді. Сол себепті оларға жеке жануар ретінде сүйектің күшінің қажеті шамалы дейді. Бірақ адамдармен салыстырған әлде қайда жоғары екенін байқауға болады. Адамдар тісінің күші 11 килограмм шаршы сантиметрге. Американың қоңыр аюы. 400 келуден асатын қоңыр гризли аюының тістеу күші тек ақ аюға жете алмайды, бірақ басқа аюлардан асып түседі. Тістеу күші 68,5 килограмм шаршы сантиметрге. Оның бір соққысы бұланды құлатады. Ғалымдардың айтуынша аюдың тісінің күші боулинг шарының астан кестенін шығаруға жетеді. Солтүстік Америка тұрғындары қоңыр аюдан қорыққандықтан, одан құтылу үшін жаппай аулауға көшкен. Нәтижесінде 1922 жылы калифорниялық қоңыр аюдың популяциясы жоғалуға шақ қалған. Бенгаль жолбарысы. Тістеу күші 73,8 килограмм шаршы сантиметрге. Бұл жолбарыстың ақырған дауысын 3 километр қашықтықтан естуге болады. Ірі түрлері Үндістан мен Непал аймақтарында жиі кездеседі. Ең ірі бенгаль жолбарысының салмағы 388,7 килограммды көрсеткен. Оны 1967 жылы Үндістанның солтүстік бөлігінде өлтірген. Мысық тәрізді жануарлар арасында бұл жолбарыс өзінің ұзын азуымен көзге түседі. Оның ұзындығы 6-7 сантиметр. Дақты қорқау, яғни гиена. Тістеу күші 77 килограмм шаршы сантиметрге. Дақты гиена ғаламшардағы қорқау түрлерінің арасындағы ең үлкені. Оның денесінің ұзындығы 1,3 метрге жетсе, ұзындығы 80 сантиметр болады. Ал салмағы 60 килограммға дейін жетеді. Бұл жануар тек өлімтікпен қоректенеді. Зоологтардың айтуынша, олардың 90% өздері өлтірген жануарларды қорек етеді. Олар сағатына 60 км жылдамдықпен жүгіре алады. Бас сүйегінің ірі болуы, жақ сүйегі мен тісінің ерекше тізілуі оған киіктен бастап жирафқа дейін жануарларды оңайлықпен өлтіруге мүмкіндік береді. Тісі мен сүйектерді кеміріп сақтай алатындықтан, оның артынан ешқандай қалдық ешқашан қалмайды. Ақ аю. Тістеу күші 84 килограмм шаршы сантиметрге. Ақ аю құрлықты мекендейтін жануарлардың арасында ең ірі жануарлардың бірі болып келеді. Оның ұзындығы 3 метрге дейін жетіп, салмағы 1 тоннаға дейін барады. Басқа аюларға қарағанда ақ аю тек етпен қоректенеді. Солтүстік полюсты мекендейтін оларға терісі қалың, ірі жануарларды ұстау үшін ірі сүйек пен тіс керек.
Горилла. Сіз таң қалатын шығарсыз, бірақ бүгінгі тізімде шөппен қоректенетін жануарлар да бар. Горилланың тістеу күші 91,4 кг шаршы сантиметрге дейін барады. Приматтар қатарына жататын горилла өзінің азуы мен күші арқылы көзге түседі. Олар тек бананмен ғана емес, солай жаңғақпен де қоректенеді. Ягуар. Тістеу күші 105,5 кг шаршы сантиметрге. Тең білшер, яғни ягуар тасбақаны шайнап, оның тасын сындыра алады. Жолбарыс тектес жануарлардың басым бөлігі жемтігін алдымен тамағынан қысып өлтірсе, тең білшер ғана бас сүйегінен тістеп, мойын омыртқасын сындырады. Оның күші арыстанды жолда қалдырып кетеді. Су сиыры, яғни гипопотам. Тістеу күші 126,6 кг шаршы сантиметрге. Ғалымдар аналығының тістеу күшін ғана анықтай алды, ал аталықтар зерттеуге мүмкіндік бермеді. Сондықтан жоғарыда көрсетілген тістеу күші әлде қайда төмендетіліп алынған. Өйткені аталықтар аналыққа қарағанда ірі әрі күшті болып келеді. Су сиыры аузын 150 градусқа дейін аша алады, ал жақ сүйегінің ұзындығы 60-70 сантиметрге дейін жетеді. Тістерінің беткі қабаты қалың, ұзын азуы бар әрі өткір. Олар оны қару ретінде және жерді қазу үшін пайдаланады. Адам жүзімді қалай тістесе, олар қарбызды дәл солай шайнай алады. Оларды өсімдікпен қоректенетіндер қатарына жатқызғанымен, олардың сиырға шабуыл жасап, киіктерді жеген бірнеше рет дәлелдеген болатын. Ніл қолтырауыны. Тістеу күші 160 кг шаршы сантиметрге. Флорида штаты университетінің анатомия және палеобиология профессоры доктор Грегори Эриксон 10 жылын қолтырауының барлық түрінің сүйегі мен тістеу күшін зерттеуге арнаған. Эриксон мен оның тобы арнайы сезбекті әр түрінің жақ сүйегіне орнатады. Ең үлкен көрсеткішті 5 метрлі ніл қолтырауыны көрсеткен болатын. Үлкен ақ акула. Тістеу күші 281 кг шаршы сантиметрге. 2008 жылы Стив Рой бастаған австралиялық ғалымдар тобы акуланың сүйектерін рентгенін пайдалана отырып компьютерлік модель жасап тексеріс өткізеді. Нәтижесінде 6 метрлік үлкен ақ акуланың тістеу күші 281 кг шаршы сантиметр екені анықталған. Негізі акулалардың азуының күші олардың үлкендігімен байланысты. 3-4 метр ұзындыққа ие акулалар дәл осындай өлшемді қолтырауындардан әлде қайда әлсіз болады. Бірақ бұл тек теориялық болжам ғана. Оларды тәжірибе жүзінде іске асыру қауіпті болғандықтан мүмкіндік болмады. Міне бүгінгі видеомызда сіз ең азулы жануарлармен таныстыңыз. Әрине лайктарыңызды аямай басып кетіңіз. Біз үшін бұл өте маңызды. Ал егер видеоның астында сізде подписаться деген батырма қызыл болып тұрса, оған басып арнамызға тіркеле кетіңіз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.